Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте қарапайым және қолжетімді дәмді печеньенің рецептімен бөлісемін. Тез әрі оңай дайындалады. Барлық қоспалар бөлме температурасында болғаны дұрыс. Бір жұмыртқаны ағы мен сарысына бөліп аламыз. Сарысын печеньенің бетіне жағамын. Бір бүтін жұмыртқа мен жұмыртқаның ағын қосамыз. Шым-шым тұз, қант, сүт және сұйық майды қосып, бірыңғай масса болғанша жақсылап венчикпен араластырамыз. Духовканы 180 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыздар. Печенье 15-20 минутта піседі. Онда екіге бөліп салдым. Бір шай қасық қамыр қопсытқыш қажет. Осылай бірінші венчикпен, сосын қолмен біріккенше қамыр илейміз. Қамырды ұзақ илеудің қажеті жоқ, біріккенше илесеңіздер болды. Үстінен мак пен кунжутты қосып араластырдым. Қалауыңызша басқа да кептірілген жемістер қоссаңыз болады. Қамырымыз дайын. Қамырды жайғанда ұн қоспасаңыздар да болады, өйткені қолға жабыспайды. Осылай бір келкі қылып жайып шығамыз. Печеньені арнайы форманың көмегімен де кесіп шығуға болады. Мен осылай кубик формасында кесіп шықтым. Қамырдың қалыңдығы мен көлемін өз қалауыңызша өзгертсеңіз болады. Печеньенің бетіне жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып араластырдым. Осыны печеньенің бетіне жағып шығамыз. Міне үй жағдайында дайындау печеньені өте оңай және қарапайым, қолжетімді заттармен жасауға болады. Астарыңыз дәмді болсын.